Қайырлы құрметті ұстаздар, оқушылар және қонақтар. Армысыздар тәуелсіз Қазақстанның бақытты азаматтары. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашақта еңбек етіп өмір сүретіндер, бүгінгі мектеп оқушыларын мұғалімдер қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады деген екен. Кез келген маман иесінің құзырлығына баға берерде, мұғалімі кім болған екен деп жатамыз. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген халық даналығында да осы бір қасиетті мамандық иесінің ұрпақ тәрбиесіндегі алар орны ерекше екенін аңғару қиын емес. Кешегі болған бөбектен адам деген жаратылысты тәрбиелеп шығудан абыройлы іс жоқ шығар. Бұл ойымызға ұлы жазушы Сәбит Мұқановтың мұғалім бұл адамның ардақты аты, білімділік бір биікте шығарса да, ең алғаш басталады сол адамнан, сүйеді сондықтан да жақын жаты деген өлең жолдары дәлел бола алады. Ахмет Байтұрсынов ағамыз кезінде жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді деген ғой. Ол үшін әрбір педагог, әрбір баланың ойынан шығып, қажеттілігін қанағаттандыра білуге дайын болуы шарт. Шет ауданы Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының ардагер ұстазы, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі, еңбек ері медалінің, сонымен қатар Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің, Қарағанды облысының білім басқармасының құрмет грамотасының иегері, мектепшілік өлкетану тарихи мұражайының негізін қалаушы, өлкетану, елтану вариативтік курсының авторы, республикалық авторлық бағдарлама байқауының жеңімпазы, білікті ұстаз Нұрбекова Қайке Нұрбекқызы атындағы ұстаз тағылымы ізденіс тәжірибе атты 11 сынып оқушылар арасында бірінші мектепшілік және магниттік мектептермен бірлесіп өтетін ғылыми практикалық конференциясын ашық деп жариялаймыз.
Қайырлы күн, құрметті Қайкен Нұрбековна. 40 жылдан астам сіз біздің мектепте тарих пән мұғалім болып жұмыс атқардыңыз. Осы мұғалім мамандығын таңдауға сізге не түрткі болды? Құрметті мектеп ұжымы, Ақылбаев атындағы мектеп гимназияның ұстаздары, сіздермен тілдесуге мүмкіндік алғаныма өте қуаныштымын. Конференцияға қатысушыларға да менен солай үлкен сәлем. Тарих деген алтын қазына. Бұны қаза берсеңіз, бұның еш уақытта түріне жетпейді ешқандай адам. Тарих өзінің тағылымын берген сайын адамды тарта беретін сондай бір ғылымдардың атасы деп айтуға болады. Менің ең алғашқы осы тарихты сүюге, тарихқа деген ынтақ қоюыма себеп болған менің алғашқы ұстаздарым Жуканов Шәукей, Құрманова Жібек, Ибрагим Арыстанбеков, және мені класс жетекшім Бағаш Машарбекова, тағы да басқа мұғалімдер. Ол кезде біз 60-шы жылдың ұрпақтары телевизор деген және басқа да жаңағы техниканың дамымаған уақыты, сондықтан да тек қана кітаптың бетіне үңілумен уақытымызды өткізетінбіз. Сөйтіп тарихқа ден қойып, бірте өзіміздің ортамызды, өзіміздің өскен жерімізді, тарихымызды білуге осылай біздің құштарлығымыз жоғары деңгейде дамыды. Оған өзім өте ризамын. 49 жыл мектепте жұмыс істеген жылдарында осы тарихқа терең бойлап, өзімнің алдымдағы шәкірттеріме тарихи қазыналы өлкеміздің бай тұстарын, тарихын беруге барлық ынта-жігеріммен кірістім. Сондықтан да тарихшы болғаныма мен тек қана өзім ризашылығымды білдіріп, өзіме сондай риза болмасам, оған ешқандай мен өкінбеймін. Менің тарихты таңдауыма Қайкен Нұрбекқызына арнау. Иесі ұстаз деген Жақсы, көп рахмет, керемет қандай ой. Екіншіден сізге тағы да бір сұрағымыз бар. Ұстаз үшін ең үлкен жетістік. Қайкен Нұрбековна, сіз үшін ең үлкен жетістік не деп ойлайсыз? Ардагер ұстаз Қайкен Нұрбекқызы. Көңілмен болашаққа алаңдаған, қайтсем де боламын деп табандады. Қарағанды педагогикалық институтын тарих факультетінде тәмамдаған. Бата алып шеттейтұғын киелеген, ұстаз боп шәкіртінен сый еренген. Бөленген бұл мектепте шын құрметке академик Жамбыл атын иеленген. Себебі білім, ғылым кенін кезген, табуға талай жылдар көп ізденген. Өзіне, шәкіртіне тым талапшыл, біліммен тек еңбекті егіз көрген. Көретін әр шәкірттің тынық айкүн, білгенге бұл кісін білім айдын, үздігі білім беру саласының төс белгі егері ыбырайдың. Ұқсамас тәсілі мен өз мәнері, тағылым тауып айтқан әр дәлелі, иесі мәйегі зор сан еңбектің елеулі ерен еңбек ардагері. Әр берген сабағында қайым жатқан, жоғары көрсеткіші ләйім мақтан, облыс, республика көлемінде талайды шәкірттері мойындатқан. Әдісі орын алып анық төрден, кешенді сан тәсілмен бағыт берген. Ұдайы ұлттық бірыңғай тестілеуден ол қызы жоғары ұпай алып келген. Негіздеп ғылым менен әр ісін бек, зерттеген зерделі істер барысын көп. Өлкемен ел тануға бағдарлама жасаған бүгінгі ұрпақ танысын деп. Білгірі бүгінгінің бұрынғының, тарихтан шаша білген білім нұрын, жалғаған сан көпірін өткен күннің арнаумен ұстаздыққа 40 жылын. Қыз бенен қамын ойлап біресе ұлдың, білімге қосқан білмес үлесін кім, ұрпаққа ұлағат боп жүрсін мәңгі, иесі ұстаз дейтін ұлы есімнің. Сондықтан да менің де шәкірттерім алдымда отырған осындай өлкеміздің бай мұрасын оқып, үйреніп, әрі қарай дамыса екенге менің үлкен мақсатым бар. Жақсы, көп рахмет. Енді соңғы сұрақ сізге қоятыным, жас ұстаздарға, оқушыларға
ұлағатты ұстаз ретінде қандай өсиет берер едіңіз? Мы проработали с ней Жас вместе. ұстаздарға, А ушла уже она на шәкірттеріме беретін пенсию из менің школы имени ең Акылбаева. бір тілегім Это одна и та алдына школа, қойған но та мақсаттың школа уже тайына. стала Тек қана историей. мақсат Хакин шыңдалуға Нурбековна тек қана преподавала историю. аталарымыз айтқандай, И сейчас в атаның школу ұлы она болмай, внесла елінің очень ұлы большой болу вклад сияқты осы өлкеміздің в тарихын, преподавание оның истории. бай И нам тарихын очень алға қарай приятно, дамытып, что өзіңнен нынешняя кейінгі школа бережно ұрпақтарына, хранит ізбасарларына дамытуға исторические күш салуына деятельность, тілектеспіз. историческую деятельность Мектеп нашей Хакин ұжымында Нурбековны. жас ұстаздарға, Хакин Нурбековна шәкірттерімізге теперь для нас барлық как? мектеп Она как ұжымына связывающее звено осындай үлкен нынешней школы ізденіспен и прошлой школы. шығармашылық жұмыстың басы Чему учит қасында история? жүрген Что Гүлбаша преподавала наша Ермекова Хакин бастаған Нурбековна? мектеп ұжымына История тек қана учит, чтобы мы сәттілік, тек қана знали сәттілік о тілеймін. своих Аман корнях, сау о становлении болыңыздар. Рахмет. государства, о Көп рахмет, языке, Хакин Нурбековна, көп рахмет. Сау, не саламат только болыңыз. нашей страны, но и о народах всей планеты. Это очень интересный предмет был. И она прививала своим ученикам, чтобы они интерес к этому предмету, чтобы они даже сами были в поисках интересного из прошлого нашей истории. На протяжении всей своей деятельности она справлялась с этой задачей. Ученики, она помнят ее, общаются с ней до сих пор. И зерно, которое она зародила в их душах, дали свои результаты. Сейчас, хотя прошло уже много лет, вот, и ученики ее все взрослые, все пошли своим путем, но они все время общаются с ней, советуются, звонят ей, узнают о ней все, о здоровье. И мы тоже, коллеги, общаемся. Мы теперь из прошлого коллеги, а вы сейчас в школе, это о здоровье. И мы тоже, коллеги, общаемся. Мы теперь из прошлого коллеги, а вы сейчас в школе, это настоящие. Поэтому вам мы очень благодарны, что вы не теряете с нами связи, всегда приглашаете. Вот сейчас, видите, с Хакин Нурбековной мы с гордостью вспоминаем ее. И вы, и мы тоже вспоминаем. Жизнь учителя всегда связана с учениками. Самое главное для учителя – это судьба и учеников. Вся ее сознательная жизнь нашей Хакин Нурбековны прошла же в стенах школы. И сейчас, когда мы перезваниваемся, когда она немножко далеко от школы, все равно всегда первый вопрос. Как там наша школа? Что там нового в нашей школе? Потому что у нас и коллектив был очень такой творческий, дружный, очень дружный был. У нас такие были теплые отношения в школе между собой. И вот так это все у нас и осталось. Поэтому нас всех очень радует, что помните вы все из прошлого, и учителей, и Хакин Нурбековну нашу. И мы рады, что вы цените тот вклад, который она внесла в школу. Вот, и спасибо вам за все. Жылдың басынан бастап оқушылар арасында шығармашылық жоба пайда болды. Хакин Нурбековна өз оқушыларын осы шығармашылық жұмыс бойынша көп шәкірттерін дайындады. Сол жылдары дайындаған оқушылары аудандық, облыстық, республикалық деңгейде орын ала бастады. Хакин Нурбековна жалғыз өзі ғана дайындап қоймай, бізді осы шығармашылық жобаға бізді де үйрете бастады. Сол үйреткеннің арқасында көп ақылдарын, кеңестерін беріп, біздің де балаларымыз осы шығармашылық жобалармен айналыса бастады. Олар да аудандық, облыстық кезеңдегі шығармашылық жобадан орын ала бастады. Енді құрметті көрермендер, Хакин Нурбековнаның құрметіне бір-екі шумақ өлеңімді айтып берсем. Бірге жасап өмір жолда мектеппен өткен талай сынақтардан өтпекпен. Бүгін міне шәкірттері олардың өздері ата, өздері әже болып кеткен. Болашаққа өткеніңмен қадам бас, көрінсе де аз заманың саған жас. Кешегі ұстаз осы, ізеттен сәлем бер, кешегі ұстаз осы, ұрпақ амандас. Құрметті ұстаздар, қадірменді мектеп ұжымы.
баршаңызды еліміздегі білім беру ісінің үздігі, ұлт ұстазы Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері, еңбек ардагері, ардақты ардагер, ұстаз Нұрбекова Қайкен Нұрбекқызы атындағы тарих пәні бойынша аудандық ғылыми-практикалық конференцияның өтуімен шын жүректен құттықтаймын. Қайкен Нұрбекқызы ауданымыздағы іргелі білім ошақтарының бірі, академик Жамбыл Ақылбаев атындағы мектепте ширек ғасырға жуық өмірін тарих пәнінің ұстаздығына арнай білген ұлағатты жан. Бүгінде ол кісінің тәлімі мен тағылымын алған жүздеген шәкірттері еліміздің түкпір-түкпірінде жауапты қызметтер атқаруда. Бұл ұстазымыздың болашаққа деген берік ұстанымы мен білім берудегі озық тәжірибесін жемісті деп білемін. Қайкен Нұрбекқызының құрметіне өткелі отырған ғылыми конференция оқушыларымызды ғылыми ізденістерге баулып, ұстаз есімін өскелең ұрпаққа насихаттауда өз септігін тигізеді деп сенемін. Ғылыми конференция жұмысына сәттілік тілей отыра, алдағы уақытта ауданымыздың атын биіктерге шығаратын, елімізде әлемге танытатын ғалым шәкірттеріңіз көп болсын деп тілек білдіремін. 20 жылдан астам әріптес ретінде бір мектепте бірге жұмыс істедік. 2003 жылы осы мектеп гимназия статусын қорғаған жылдары ол кісі өзінің көп үлкен үлесін қосты, өзінің өлкетану бағдарламасын жазды, барлық сыныптарға арналған. Сонымен қатар ол кісі тек қана әріптес қана емес, менімен ата-ана ретінде де бірге екеуміз қатар жұмыс істедік. Қайкен Нұрбековның сыныбы ол жылдары менің балам оқығанда тарихты тереңдетіп оқыту сыныбы болған болатын. Сол жылы Қарағандыдан эрудит конкурсы болды. Сол конкурста Қайкен Нұрбековның балалары өте жоғары көрсеткіш көрсетті. Сонымен қатар УБТ-да да ең алғашқы жылдар болса да, қазіргі кездегідей емес, ауыр жылдарда ол кісінің балалары жаңағы тарих пәнінен ең алғаш рет 100% білім сапасын көрсеткен осы Қайкен Нұрбековның балалары болатын. Қайкен Нұрбековны әрі ұстаз ретінде де, әрі әріптес ретінде де, әрі ол кісімен ата-ана ретінде де біршама жыл бірге жұмыс істесем де, ол кісінің тек қана шығармашылық ізденісте болғанын ашып айта аламын. Сонымен қатар Қайкен Нұрбековны сол тарихты тереңдету сыныбында жұмыс істеген жылдары балаларға шығармашылықпен ізденуге көп ықпал етті. Осы ауданымыздан шығып жатқан дуалы ауыз адамдар, мысалы жазушылар, ақындар, күйшілер, солардың өмірлері туралы көп деректер жинаттырды. Мынау біздің қазыналы қарттарымыздың үйлеріне барып, олардан кәдімгідей интервью алдырып, көп жұмыс жасады. Балалардың ізденуіне мүмкіндік жағдайды өте көп жасады. Сонымен қатар тек қана балалармен ғана жұмыс істеп қойған жоқ, артынан ерген жас ұстаздарға да көп көмек көрсете білді, әдістемелік көмекті ол кісіден көп алды. Ол түгіл жас мамандармен қатар біздің өзіміз ол кісіден үйренеріміз өте көп болды. Ол кісі тек қана сабақ беріп қана қойған жоқ, адамгершілігі де мол үлкен ұстаз болды. Сөзімді қорыта келе айтарым, Қайкен Нұрбековны тек қана ұстаз деп таныған жоқпыз. Ол кісіні абзал ана, сүйікті жар, сүйкімді әже ретінде де танып білдік. Осы ардагер ұстазымызға мен әрі де ұзақ та берекелі ғұмыр тілеймін, бала-шағаларының қызығын көре берсін. Нұрбекова Қайкен Нұрбекқызы менің әріптесім. Тарих пәнінің беделді, мықты мұғалімі болды. Ол кісімен бірге 10 жылдан артық бірге жұмыс жасадық. Қазір ол кісі зейнеткер, ардагер ұстаз, құрметті демалыста. Бірге жұмыс істеген уақытымызда біз жас маман болып келдік. Білгенімізден білмейтініміз көп болды. Сонда алдына барып сұрағанымызда еш уақытта ол кісі бізді жауапсыз қайтарған емес. Білгенін үйретіп, ақпарат беріп, бағдар беріп отыр. Көп ізденуге жұмыс жасады. Ол кісінің бойынан ізденгіштік қасиетті, шәкіртіне деген адалдықты, әріптеске деген құрметті көруге болады. Және бойында ақжарқын мінезі, сыйласа білетіндігі, осының барлығы біз жас болып келгенде бойынан алатын үлгі қасиеттердің бірі еді. Оқушыларды шығармашылыққа баулуда көп ізденді. Өлкетану авторлық бағдарламасын жазып, сол өлкетануды жүргізгенде оқушыларға өлкемізден шыққан ақын жазушыларды, күйшілерді, танымал
тұлғаларды зерттеуге көп еңбек сіңірді. Оқушыларды бағыттады. Шағын жоба жазуда оқушыларымыз республика көлемінде танылып жүрді. Және өзінің жазған авторлық бағдарламасы республика көлемінде бірінші орынға ие болды. Сонда біз ол кісінің бойына шаршамайтындықты көрдік. Үйіне еш уақытта асықпайтын. Балаларға әбден білім беріп, сол сұрақтың жауабын таппайынша үйіне қайтпайтын ол кісі. Және бір сыныпта сабақ бердік. Ол кісі тарих пәнінен сабақ жүргізді, мен қазақ тілі әдебиетінен сабақ жүргіздім. Сонда бірге көбінесе білмейтін сұрақтарымызды алмасып, пікір алмасып отыратынбыз. Өте көп ізденетін. Бізде сол кісінің бойынан ізденуді үйрендік, жоба жазуды үйрендік. Бүгінгі күні әлі күнге дейін ол кісі мектебіміздің дамуына өз үлесін қосып келе жатқан ардагер ұстаз, оқушыларды шығармашылыққа баулуда демеушілік танытып, қамқоршы болып жүрген мықты әріптесіміз. Әріптесімізбен мақтанамыз. Қайырлы күн, құрметті конференция қатысушылары. Менің есімім Қызылов Дәурен Тимурович. Осы мектептің түлегі ұстаз Қайкен Нұрбековнан шәкірті болам. Мектепте 2000-2012 жылдар аралығында білім алдым. Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы пәндерінен алғашқы ұстазым болған, тарихтың қыр-сырын үйреткен, маңыздылығын түсіндірген, болашақ мамандығымды таңдауыма әсер еткен Қайкен Нұрбековна болатын. Мектеп кезінде облыстық республикалық олимпиадаларға дайындап, жүлделі орындарға ие болғанбыз. Бұл Қайкен Нұрбековнаның біліктілігі, тәжірибесінің мол екендігін көрсеткіші деп санаймын. Қарағанды қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде ұстаз болып қызмет етемін, шәкірт тәрбиелеймін. Оқушылармен жұмыс барысында Қайкен Нұрбековнаның бойыма сіңірген құндылықтарды, әдептілік, адамгершілік, тарихтың маңыздылығы туралы насихаттаймын. Ұстазы жақсы адамның ұстамы жақсы дейді. Білікті маман ретінде қалыптасуыма Қайкен Нұрбековнаның қосқан үлесі зор екені айқын. Осы сәтті пайдалана отырып, ұстазым Қайкен Нұрбековнаға алғысымды білдіремін. Білім көшінде жүрген ұстаздарға шығармашылық табыс, конференция қатысушыларына сәттілік тілеймін. Алдымен бастамасы көрін сіздерге экранда көрініп тұрған бұл бірге әділ қаздар алтасы сол кісімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Осы ауданымыздың ақсақалы, ақын ағамыз Рашитов Амантай ағамыз болады әділ қаздар алтасында. Сонымен қатар Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының директорының бейіндік ісі жөніндегі орынбасары Сұқанова Балу Аманқызы осы секцияға, яғни бағытқа әділ қазылық ететін болады. Жалпы 7 минут уақыт беріледі. Қорғауларымызға ең алғашқы қорғайтын бала ол Дария жалпы орта білім беру мектебінің 10-шы сынып оқушысы Шертішева Ділназ. Сұрақ жауапқа 2 минут уақыт беріледі. Жалпы жұмысыңыз енді менде бір ауыз айтайын. Жұмысыңыз өте жақсы өзекті тақырып. Жалпы өз әркім қай ақын болсын, жазушы болсын алмасақ та өзінің туған жері солай емес пе? Мысалы Дулатта Батайұлы айтады, Айдос қайда барасың деп. Мысалы абайлар Семейді жазған мысалда, солай емес пе? Кез келген ақын өзінің туған жері туралы жазушы болмасын. Сол сияқты енді сіз мектеп қабырғасында болсаңыз, осы Дарияның өлкесінің тауларын біздің Амантай атамыз айтып кетті, осы Иман Жүсіптер, білесіз ғой Иман Жүсіптерді? Сол кісілер мысалы өздерінің әндеріне қосқан болады. Оның жаңағы Мұхамеджан Қазабек деген ағамыз да бұнда Шетаудан үлкен Бұғылтау бар екенін біліп, өзің жаңағы Инстаграм парақшасына салып отыр екен. Енді бұл жерде сізге жаңа сұрақ Баноман қыздың қойып отырғаны, әр жұмыс жасалған соң, мысалы макет жасады дедіңіз ғой. Сол макет жасалғанның өзін сіз термин тілмен айтқан кезде оның сметасы дейді ғой. Яғни кеткен шығынын есептей білуіміз керек. Қазір ең төменгі сатысы. Білім беру мектебінің 10-шы сынып оқушысымын. Қазақстанда шет ауданының тарихи мәдени ескерткіштерінің тарихы. Тұрақты миссиясы. Және Бұрма ауылының округі әкімі Құсайынов
Мұражай өлкенің тарихы, халықтың қазынасы, ел-жұрттың тағдыры демекші, тарихи өлкетану мұражайымен таныс боласыздар. 2002 жылы мектеп қабырғасында тарихи өлкетану мұражайы ашылды. Мұражайдың негізін қалаушылардың бірі тарих пәнінің мұғалімі Нұрбекова Қайкен Нұрбекқызы. 40 жылдан астам мектепте тарих пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарған Нұрбекова Қайкен Нұрбекқызы адал еңбегімен шәкірттеріне сапалы, саналы білім берген үшін Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің еңбек ардагері медальдармен марапатталған ұлағатты ұстаздарымыздың бірі. Мұражайдың ашылу мақсаты шет өлкесінің танымал тұлғалардың өмірін, шығармашылығын, еңбектерін насихаттау, ауданымыздың тарихи-мәдени ескерткіштері мен мұражайда жинақталған қазақ халқының тұрмыста пайдаланған жәдігерлерімен таныстыру. Тарихи өлкетану мұражайы 6 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Ауылым алтын бесігім, ерлік мәңгі жасайды, зұлмат жылдар, тарихы терең білім ордасы, шет өлкесіне танымал тұлғалар, этнография бұрышы. Келесі кезекті оқушыларға беремін. Шет ауданы 1928 жылы 17 қаңтарда Қарқаралы округінің қолқосла шет болысы негізінде құрылды. Аудан орталығы Ақсу-Аюл ауылы. Аюл тауының етегінде Нұра өзенінің бойында орналасқан. Ауданымыздың аумағы 65 мың шақырымды құраса, халықтың саны 45 мың адам. Ауданымыз жылдан жылға көркеюде. Арғы шетімен бергі шетіне құс қанаты талатын ғасырға кең байтақ өлкеміз, ата мекенімізде ұлы жорықтар болғаны барлығымызға белгілі. Білектің күшімен, найзаның ұшымен қорғай жүріп бізге аманат етіп қалдырды. Сол ақ аманатты ақтау болашақ ұрпақтың мойнында. Ұлы отан соғыс жылдары ауданымызда барған әкелеріміз, аталарымыз қаншама. Солардың бірі Смағұлов Мұқсан, Жолданов Бекет, Сыздықов Мұса және ғасыр абыздарының бірегейі Ақыжанов Мұқажан, Құтжанов Жұматай. Ол жетім болғанмен ұлт жетім болмайды. Халықтың өзі халықша ватанда. Сол жетім ұлдар ата-бабасы жақтан шырақты өшірмеді. Қабырғасы қайыса жүріп, шаңырақ көтерді. Ал біз тек олардың есімдерін алып қалдық. Ал тарих сол есімдерден құралады. Шет ауданында есеп ұйымы жұмыс атқарды. Сол ұйымның негізін қалаушы Зейнолла Игілікұлы мен Камел жұмыстегі. Өркендер мөлшерінен алған шежіреге толы шет өнерінің арғы-бергі тарихына бойлай еніп, қаламқырмен, мәдениетімізге үлес қосып жүрген ақындармен, жыраулармен таныс боласыздар. Серғазы Қабдоллаұлы, Жиындықұлы Сарыбай, Саябек Айнатайұлы, сонымен қатар ғалым, профессор Жамбыл Сарыбекұлы Ақылбаевқа арналған музей бар. Бұл музей біздің мектебіміздің мақтанышы. Хамзи Мәуер, яғни осы ауылдың тумасы, әдебиетші, филология ғылымдарының докторы, профессор. Нұрлан Орынбасарұлы Дулатбеков, шет ауданының құрметті азаматтарының бірегейі. Асхат Қанатұлы Аймағамбетов, яғни Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі. Қадырбеков Жанғазы Зекенұлы, яғни қазіргі уақытта Қостанай қаласында генерал. Өлкеміздің ат шаптырым жерлерде ата-бабамыз атына берілген бұлақтар мен кесенелер баршылық. Солардың бірен сарайымен танысайық. Ақсу-Айлы ауылының солтүстігінде шамамен 15 шақырым жердегі Шербай-Нұра өзенінің сол жақ жағалауында орналасқан кесене. Бұл кесене 20 ғасырдың 90-шы жылдары салынған. Сонымен қатар Сеңкібай батыр кесенесі. Бұл кесене Талды өзенінің оң жақ жағалауында орналасқан. Сонымен қатар Талды өңіріндегі Қарашытас қорымы. Бұл қорымға мектебіміздегі оқушылар мен ұстаздар барып саяхаттауға тырысып тұрады. Ақсу ауылының бөктеріндегі Жанқұтты би бұлағы. Бұл бұлақтан ауыл тұрғындары су алып ішуде. Мектебімізде қызмет істеп, қаншама оқушылар білім-нәрмен сусындатқан ұстаздарымызбен таныс бола аласыздар. Біз осындай ұстаздарды әрқашанда үлгі тұтып мақтанып тырысамыз. Мұражайда ұстаздарымыздың жетістіктері жинақталған. Этнография бұрышында өлке тұрғындардың тұрмыста пайдаланған жәдігерлері жинақталған. Сонымен қатар ауыл шаруашылығында пайдаланған жәдігерлер жинақталған. Осы жәдігерлерді жинақтауына мектеп ұжымының қосқан үлесі зор болды. Әлі де болса өлкетану мұражайын толтырамыз деген ойдамыз. Астау, яғни халқымыздың байырдан бері келе жатқан ас тұтынатын бұйымдарының бірі. Бұл астауға 200 жыл болған. Мосы, яғни қазан, шәугім асу үшін құрал, оны көтерме мосы деп те атайды. Мосы 3 бөліктен тұрады. Бұны бізге сыйға тартқан Биғойшындар әулеті. Тарихи өлкетану мұражайымен таныс болдыңыздар. Құрметті конференция қатысушы қауым, ұстаздар, оқушылар, міне конференцияда өз мәресіне келіп жетті.
ұстаз тағылымы ізденіс тәжірибе атты конференция жақсы өтті деп білемін. Осы конференция бойынша алған тәжірибеміз, толықтырған білімдеріміз көп деп сенемін. Сол жерден әрқайсысы, әр бала, әр ұстаз өзіне ілетін, әрі қарай ғылыми зерттеу жұмысын жалғастыруға мағлұмат алып, ақпарат алып, өзіне толықтыру жақсы мағлұматтар алды деп есептейміз. Жұмыстардың барлығын саралай келе Әділқазылар алқасы өзіндік шешімін қабылдады. Құрметті конференцияға қатысушылар, бүгін мінекей конференциямыз өз мәресіне жетті. Оқушылардың шығармашылығын баулу мақсатында шағын жобалар жазып, бүгін өз жобаларын көпшілік алдында қорғады. Әрине, жеке секция отырыстарында жетістіктері де, кемшіліктері де сараланып айтылды. Дегенмен жетекшілеріне де пікірлер, сын пікірлер ескертілді. Енді мынандай шешімге келдік. Марапаттау сәтіне де келіп жеттік. Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының басшылығы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің еңбек ардагері медалінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ұлағатты ұстазы Нұрбекова Қайкен Нұрбекқызы атындағы тарих пәнінен ұстаз тағылымы ізденіс тәжірибе тақырыбында өткізілген ғылыми практикалық конференциясында екінші орынға ие болған Еркіндік орта мектебінің 1-ші сынып оқушысы Темиров Еніш марапатталады. Дипломмен қоса жетекшісіне дайындаған үшін, жеңімпаз дайындаған үшін алғыс хат және де мынандай сыйлығымыз бар. Дипломмен қоса медаль беріледі. Кейін жетекшілеріңіз келіп алып кетуге болады. Баланың сыйлығы, жеңімпаздың сыйлығы. Сондай мәтінге 1-ші орынға ие болған Далия орта мектебінің оқушысы жылы Дилназ марапатталады. 10 сынып оқушысы. 1-ші орын сыйлығы мынандай және 1-ші орын медалі бар және дипломы бар, жетекшісіне алғыс хат. Сонымен қатар 3-ші орынға ие болған Красная Поляна жоғары орта мектебінің оқушысы Шахтаева Ақмарал марапатталады. 3-ші орынның дипломы және жетекшісіне алғыс хат, медалі және мынандай сыйлығы бар. Құтты болсын балалар. Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар, құрметті қонақтар. Сонымен тарихи тұлғалар секциясы бойынша марапаттауға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің еңбек ардагері медалінің иегері, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген ұлағатты ұстаз Нұрбекова Қайкен Нұрбекқызы атындағы тарих пәнінен ұстаз тағылымы ізденіс тәжірибе тақырыбында өткізілген ғылыми практикалық конференцияда 3-ші орынға ие болғаны үшін Бұрма жалпы білім беру мектебінің 10 сынып оқушысы Назболат Ағерке марапатталады. Ағеркеге сертификат тапсырғаны үшін сыйлық және медаль беріледі. Осы ғылыми практикалық конференцияда 3-ші орын алған үшін Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Балтабаева Ақнұр марапатталады. Конференцияда 2-ші орын алған үшін Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының 10-ші сынып оқушысы Саят Амира марапатталады. Ғылыми практикалық конференциясына жеңімпаз дайындағаны үшін Абдрахманова Айнара Абдрахманқызы марапатталады. Жеңімпаз дайындағаны үшін Ахметов Бексұлтан Ертенұлы марапатталады.
марапатталады. Сонымен қатар Бұрма жалпы білім беру мектебінің ұстазы Тоқбай Майрагүл марапатталады. Сонымен Дария мектебінің ұстазы Көмекова Ғалия марапатталады. Мен практикалық конференцияға жеңімпаз дайындағаны үшін Сыздықбекова деген марапатталады, алғыс жарияланады. Әлкеева деген алғыс білдіреді, жеңімпаз дайындағаны үшін. Және Кремльгородқа алғыс білдіреді. Сонымен қатар осы тарихи тұлға жұмысын қорғағаны үшін сертификат Мәкен Данаға беріледі және қорғағаны үшін. Құрметті конференцияға қатысушылар, мен қазір сіздерге тарихи өлкетану бағытының қорытындысын айтып жіберейін. Тарихи өлкетану бағыты бойынша 3-ші орын алған Серікбол қызы Мейіргүл. 3-ші орынның сыйлығы Гидая жетекшісіне ауысты. 2-ші орын алған 2 жұмыс бізде. Біріншісі Жайдарбек Тілек және Рымқол Асылжан. Қатысушыларға сыйлықтары және жетекшілеріне ауысты. Және бізде бірінші орын алған 2 бала бірігіп жазған жұмыс Смольская Ангелина, Жайлаубай Нұрсұлтан. Сыйлықтары, медальдары, дипломдары және алғысқа беріледі. Рахмет. Құрметті қатысушылар, бүгінгі ғылыми-практикалық конференциямыз өз мәресіне жетті. Қатысқандарыңызға көптен көп алғыс білдіреміз. Сау болыңыздар.